Есімім Алексей болады. Молодежный жақта тудым. Шет ауданда өстім. Точно айтайын ба? Енді ауыл жақтарынан келеді үлкен кісілер. Сол жұмыс жайлы түсіндіріп айтасың соларға қазақша. Енді машинаңыз мынандай проблема болып жатыр. Ан жақта орыс жігіт істейді, қазақша сөйлейді, соған барыңдар. Сол істеп береді, сол келеді. Орыс қазақша сөйлейтін орыс қайда деп сұрақ келеді көбінесе. Сол істеп бересің. Сосын әңгімелесесің, шақырады, қонаққа шақырады. Жалғыз орыс болдым, қазақ мектепте оқыған. Сол кезде жақсы көмек берді негізі. Ет асамыз, конечно, ет асамыз, қонақ шақырамыз, как положено. Менде мысалы қазақтар ыңғай достар. Орыстар аз достар жағынан. Әйелімде мысалы көбінесе орыстар ол өйткені. Иә, әйелім орыс. Қазақша сөйлейді ме? Жоқ, сөйлемейді, білмейді ол. Сонда пайдасы бар негізі. Басында мүмкіндіктер көп болды негізі бар ғой. Сосын өскелі мүмкіндіктің бәрі кетіп қалды ғой. Негізі Екібастұзда оқыған кезде Бибігүл Төлегеновна деген мұғалім болған менде. Сол мені жақсы тартты. Сосын андай Махамбет, Мұқағали Мақатаев, Абай Құнанбаев деген оқулары болады ғой, өтеді ғой. Сондайға жіберетін постоянно мені. Жаттатқызып, кәдімгідей мәнерлеп айтып беретін. И сосын ол сол мұғалімді Астанаға шақырады да. Астанаға шақырады, ол маған айтады, давай менімен бірге алып кетейін сені. Сонда оқисың. Жаңа Назарбаевтың мектебі ма, сондай бір жерге шақырған ғой. Сосын мені ата-анам жібереді, мен барамын жақта. И ан жақта басталады андай. Типа мамасыз тұруға болмайды, андай детский домға алып кетеміз деген андай жаңағы инспекторлар мазган ұра бастайды да. И сол жалғыз мүмкіндікті солардың кесімнен өткізіп жіберіп алдым. Ол айтты маған, сен мен жанында жүрсең, журналистикаға берем сен. Журналистиканы оқытам. Мықты журналист шығады сен орыссың, қазақша сөйлейсің. Сенде мүмкіндік көп дейді. Бірақ енді сол рахмет біздің жаңағы жақтағыларға сондай заңды шығарғанға көмектер тиді. Ауылға қайтып, аттың үстінен шықпай қойдық қой. Қарапайым қазақтан артық екен. Мұхтар Мағауинмен таныс. Әңгіменің барысында жаңағы сөйлесіп тұрғанда Мұхтар Мағауиннің жаңғағымен таныстым дейді. Менің бір таң қалдырғаным, қарапайым қазақтың жігіттерімен сөйлесіп қой, Мұхтар Мағауиннің жаңғағы түгіл, Мұхтар Мағауиннің өзі кім екенін білмейді. Мына жігіт сонымен таныспын, жаңағы тарих мұғалімі туралы айтып жатыр, қалай түсіндіргенін, жаңағы осылай бір тарихты сүйсініп, солай оқығаны көрініп тұрды. Жалғыз қалған әдебиетші тарихшымыз еді ғой. Кеше бір 10 күндей болды қайтқаннан өзі. Класстастарым бар еді, орыстың жігіттері жаңағы қазақша сөйлейтін, орысша білмейтін бәрі олар. Оған қатты таң қалмайтын, жаңағы таң қалып тұрғаным сол Мағауинді білгендігі ғой. Мен мысалы 3 айда үйрендім. Бір жазға кеттім, мен 2 класты орысша оқыдым, вообще қазақша білген жоқпын. Сосын бізде орыс мектеп жабылады. Мені қазақ мектебі ашылады көрші ауылда. Мені алады да жайлауға жібереді 3 айға жазға. Еще мен 3-ші класста уже қазақ мектепте бардым. Енді көп сөздер білген жоқпын. Андай жақша деген нәрселер. Жақша ойындар қойып шығыңдар десе отыратын тағы білмеймін, немене жақша, немене деп. Сосын жақша скобка. Андай еще мұғалім андай үлкен кісі болған. Миғұла деп. Қаламды басқа қойып. Сондай моменттер болды енді. Кішкентай кезде. Қазақ тілін білу керек енді. Басқа ұлт өкілдеріне по-любому. Махамбеттің айтайын ба? Исатай деген ағам бар, Ақкіреуікке жағам бар, хан ұлына қас болып, қара ұлына дос болып, хан үстіне барғанда, шабай қанға дегенде, шапқанда қанда амал барда хан шаппай. Ары қарай айта берейін ба? Ой, ары қарай ұмыттық қой уже. Қанша жыл өтті. Қазақ тілін білу керек, обязательно. Ол Қазақстанда тұрғаннан кейін көп жеңілдік алып келеді өмірге. Көп таныс болады сол кезде. Сыйластық болады басқаша.